Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз осындай екі түсті қысқашлық үйренетін боламыз. Тоқуды бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Менің каналымда көптеген тегін мастер-класстар бар, бір кереңізге жарап қалады. Ал ендеше тоқуды бастаймыз. Қысқашлық тоқу үшін мен осындай екі жіпті алдым. Alize Diva Silk Effect 100 граммда 350 метр. Крючогым номері 2,5. Тоқуды біз следидің басынан бастаймыз. Негізі следидің басын тоқу жайында мастер-класс менің каналымда бар. Сол бойынша қай размерге неше ілмек алу керек, неше қатар болу керектігі туралы біле аласыздар. Және өз өлшеміңізге қарай тоқып алсаңыздар болады. Мен 36-37 размерге тоқитын боламын. Тарымызды бастаймыз. Осылай саусаққа айналдырып аламыз. Қысқа жіп үстінде, ұзын жұмыс жібіміз астында. Қысқа жіптің астынан өткіземіз, ұзын жіпті іліп айналдырамыз. Осылай бізде сақина пайда болады мынандай. Енді жұмыс жібін іліп аламыз да, осы сақинаның ішінен өткіземіз. Міне, бізде осындай сақина пайда болады. Енді осының ішіне тоқитын боламыз. 3 ауа ілмегі. Бірінші 1, 2, 3. Бұл бізде бір столбик болып саналады. Енді сақинаның ішіне 11 рет накидті столбик тоқимыз. Жіпті ілеміз. Осылай. Тағы да жіпті ілдік. Осылай тағы да тоқып шығуымыз керек. Барлығы бізде 12 столбик шығу керек. Міне менде 12 столбик болды. Енді мына жібімізді тартамыз. Мінекей. Қатардың басымен біріктіреміз. Міне осылай. 3 ауа ілмегі. 1, 2, 3. Енді осы жерге тағы да бір накидті столбик тоқимыз. Келесі столбикке 2 рет накидті столбик тоқимыз. Осылай әр столбикке 2 рет накидті столбиктерден тоқып шығамыз. Айналдыра әрқайсысына 2-2 столбиктен тоқимыз. Сонда екінші қатарда бізде 24 столбик болуы керек. Міне екінші қатарымызды тоқып болдық. Үшінші қатар ауа ілмектерін тоқып қойдым. Мінекей. Енді келесі столбикке 2 рет накидті столбик тоқимыз. Осы жерге. Мінекей. Мынаған 1 столбик, келесіне 2 столбик болды. Енді келесіне 1 столбик тоқимыз. Келесіне 2 столбик тоқимыз. Осылай 1 столбик, 2 столбик, 1, 2, 1, 2-ден кезектестіріп қатарды аяқтаймыз. Үшінші қатарда бізде 36 столбик болу керек. Міне үшінші қатарымыз. Енді төртінші қатарымыз. Мынау бізде 1 столбик болып саналады. Енді келесі столбикке 1 рет накидті столбик тоқимыз. Одан кейінгі столбикке 2 рет накидті столбик тоқимыз. Неге? 1, 1, 2. Осындай ретпен қатарды аяқтаймыз. 1 столбик, 1 столбик, 2. 1, 1, 2. Төртінші қатарда бізде 48 столбик болу керек. Мен төртінші қатарды тоқып болдым. Маған 48 столбик жеткілікті болғандықтан мен 5-ші қатарды ешқандай өзгертусіз тағы да тоқыдым. Енді негізгі өрнекпен тоқимыз. Ол үшін бізге ақ жіп керек болады.
осылай аламыз. 3 ауа ілмегі. 1, 2, 3. Енді тағы да 2 ауа ілмегі. 1, 2. Жіпті іліп аламыз да, осы жерге тағы да бір рет накидті столбик тоқимыз. Бізде осындай болады. Жіпті ілеміз крючокқа. Бірінші, екінші столбик қалдырып кетеміз. Үшіншісіне накидті столбик тоқимыз. 2 ауа ілмегі. Осы жерге тағы да накидті столбик. Міне бізде осындай болып келе жатыр. Осындай әдіспен қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Міне ақ жіппен тоқып болдық. Енді қайтадан негізгі түсімізді аламыз. Мына жерде бізде 5 ауа ілмегінің үшіншісіне бекітеміз. Осылай. Мына ортаға 2 ауа ілмегін тоқыған жерге өтеміз. 3 ауа ілмегі. 1, 2, 3. Енді осы жерге тағы да 2 рет накидті столбик тоқимыз. Мінекей. Мына жерге де келесі ұяшыққа 3 рет накидті столбик тоқимыз. Мінекей. Бізде осындай болып келе жатыр. Яғни мына әр ұяшыққа біздің ақ жіппен тоқылған 3 рет накидті столбиктен тоқып шығамыз. Және осы ақпен мына коралл түстен тоқылған осы 2 қатарды өзімізге керекті биіктікке дейін тоқитын боламыз. Міне мен үстіңгі бөлігін тоқып болдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ақ түсті жіппен 7 қатар болды. Енді өкше жағын тоқимыз. Мен мына киетін жағына аузына 4 ұяшық қалдырдым. Маған осы өлшем жеткілікті. Сіздерде басқаша болуы мүмкін. Осылай накидті столбиктермен тоқимыз. Мен өзімнің өлшеміме сәйкес 13 қатар тоқимын. Өкшесіне 2-3 см қалдырамын. Міне біздің қысқа шұлығымыз дайын болды. Мен 13 қатар тоқтым. Және өкшесінің формасын келтіруге тағы да 4 қатар тоқып шықтым. Өкшесін тоқу жайында менің каналымда мастер-класс бар, соған қарап келтіріп алсаңыздар болады. Енді жиегін көмкереміз. Ол үшін жіпті аламыз. Бізде мынау столбиктің жиегінен аламыз. Ауа ілмегі. 1, 2, 3. Және осы жерге жай накид тоқимыз. Келесісіне жай столбик тоқимыз. Тағы 3 ауа ілмегі. 1, 2, 3. Жерге жай столбик тоқимыз. Келесісіне жай столбик тоқимыз. 1, 2, 3 ауа ілмегі. Және осы жерге тағы бір жай столбик. Осындай болады бізде. Осылай айналдыра тоқып шығамыз. Мынау алдыңғы жағында жай столбик тоқимыз. 3 ауа ілмегі, ортасындағысын қалдырып кетеміз. Шеткісіне жай столбик тоқимыз. Осылай айналдыра тоқып шығамыз. Міне бізде осындай шұлық пайда болды. Мына табан жағында осы негізгі өрнекпен тоқуға да болады. Барлығы өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Мастер-класс ұнаса комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар, және де менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.